Атырауда табиғатты мұнаймен ластау дерегі тіркелді. Апат Мартыши кенішінен жүргізілген мұнай құбырының 81-ші шақырымында орын алған. Апат салдарынан тек топырақ беті ғана емес, Сарыөзек өзенінде ластанды. Табиғат қорғау прокуратурасының мәліметінше, белгісіз біреулер құбырды тесіп, мұнай ұрлаған. Бірақ ойықты бітеместен қашып кеткен. Аталған участок облыс орталығынан 10 шақырым қашықтықта. Мұнай құбыры Қазтрансойл акционерлік қоғамы Атырау мұнай құбырлары басқармасына тиесілі. Компания мамандары қазір аумақта тазалау жұмыстарын жүргізуде. Экологтар сынамалар алып, қоршаған ортаға келген шығын мөлшерін есептеуде. Махамбет аудандық ішкі істер бөлімі ұрлық бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Сұғанақ қолдар ұсталып, қылмыс дәлелденсе, 5-10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 7 участке бөлініп есептелінді. Және де бұл мұнайдың жаңағы Сарыөзек өзеніне құйылған. Бұл жерде де ластанған. Осы ластанған жерлерден Атырау облысы экология департаментімен мамандарымен жаңағы сынама алынды зертханаға. Қазір кезде сынама өткізілу үстінде. Осы факты бойынша Қазақстан қылмыстық кодексінің 188 4-ші бөлігімен жаңа ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып